Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үлкен отбасыға арналған осындай дәмді әрі жұмсақ болып шығатын пирогтың рецебімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен таза ыдысымызға жұмыртқа, шым тұз және де ванильді қант қосып миксерлейміз. Кейін қантты біртіндеп қоса отыра, осы масса ақ көбік болғанша миксерлеу қажет. Міндетті түрде осылай ақ көбік болғанша миксерлеу қажет, сонда пирогымыз биік болып көтеріледі. Кейін ұнға қопсытқыш қосып жақсылап араластырып, жаңағы массаға ұнның барлық бөлігін қоспай, 1/3 бөлігін ғана қосамыз. Міне осылай венчиктің көмегімен ақырын ғана араластырып, кейін бөлек ыдысымызға сары май және сүт құйып, отта май ерігенше ұстаймыз. Май еріген соң жаңағы массамызға біртіндеп құйып, осылай венчикпен араластырып отырамыз. Содан соң жаңағы қалған ұнды біртіндеп қоса отыра араластырамыз. Ұнды бірден салуға болмайды, жаңағы көтеріп тұрған массамыз түсіп қалады. Сонда пирогымыз биік болып көтерілмей қалады. Кейін противенге құйып, жаңағы массаны қызып тұрған 180 градус пеште 30 минуттай пісіреміз. Піскен соң бетін сахарный пудрамен әрлеп ұсына берсеңіздер болады. Сіздермен болған салтанат. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.